Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз үй жағдайында стакандағы тирамису дайындаймыз. Ең алдымен кофемізге жылы су қосып, ерігенше қойып қоямыз. Содан соң жұмыртқамызға қантымызды қосып, водяной баняда жұмыртқамыз ерігенше ұстаймыз. Салқындағанға шетке қойып қоямыз. Содан соң сливкемізді қою масса болғанша араластырамыз. Біздің жұмыртқалық массамызды аппақ пенка болғанша араластырып, творожный сырымызды қосып, сливка екеуін біріктіреміз. Міне осымен біздің креміміз дайын болды. Енді стаканымызға кремімізді құйып, савоярди печеньясын кофемізге батырып алып, біркелкі болғанша барлығын салып шығамыз. Содан соң мен бұл жерде клубничный джем қолдандым. Кез келген джем қолдансаңыздар немесе фрукты қолдансаңыздар болады. Үстінен шоколадымызды сеуіп, арқасынша кремімізді құйып шығамыз. Осылай кезек-кезек пайдаланып, ең жоғары жағына какаомызды сеуіп әсемдейміз. Осымен біздің тирамису дайын.